Келесі тақырып бізде дербес жағдайлар. Дербес. Яғни бұл дербес жағдай не үшін? Ол бірлік неге қатысты жоқ кестедегі. Кестелерді білесіздер ғой, 0 градуста, 30 градуста, 45 градус, 60 градус, 90 градус деп бөлінеді ғой. Сол градустың ішінде бұл градустар жоқ деген сөз. Мәндері жоқ, градустар емес, мәндері жоқ. Сондықтан бұлар дербес жағдайлар деп. Дербес жағдай 4 функцияда да бар, бірақ бізде 2 ғана функцияның дербес жағдайын білсек болады. Бізде синус x. Егер де синус x-іміз синус x-іміз 0-ге тең болатын болса, бірінші жағдай. Екінші жағдай, синус x-іміз 1-ге тең болған кезде. Үшінші жағдайымыз бізде синус x-іміз минус 1-ге тең болған кезде, осы жағдайларда бізде дербес жағдай қолданылады. Түсіндік қой, 3 қана мәнде. 0 болған кезде, 1 болған кезде, минус 1 болған кезде дербес жағдай болады. Қалай болады? Қараңыздар. Мысалы, синус x-тен 1-ден бастасам, сендерге оңай болады жаттау. Бірлік шеңберін саламын. Таңбаларын саламын. Таңбалар қай болады? Синустікі плюс, плюс, минус, минус. Так, енді жаттап алыңыздар. 1 деген сан 2 плюстың арасында орналасады. 2 плюстың арасы деген ол мына жер міне. Көрдіңіздер ме? 2 плюстың арасында жер. Бұл қандай градус? Мына 2 плюстың арасындағы градус пи бөлінген 2 деген градус. Түсінікті? Пи бөлінген 2 деген градус. Сондықтан не болады? X тең болады. Пи бөлінген 2. Так, плюс, так, пирудың анықтаймыз. Қараңыздар. Мен айттым, 1 деген 2 плюстың арасында орналасады. Так, мен аламда қазір алды қарай жылжимын мына жаққа. Так, мына жерден плюс пен плюсті көріп тұрсыздар ма? Жоқ, иә? Так, мына жерге қарай жылжимын. Не көріп тұр? Плюс пен плюсті көріп тұрған жоқпыз. Әрмен қарай жылжимын. Плюс пен плюсті көріп тұрған жоқпын. Мына жерге жылжып келемін. Плюс пен плюсті көріп тұрмын. Неше круг айналдым мен? 1 круг айналдым. 1 круг деген қанша ол деген? 2 пен. 2 пен, яғни ол 360 градус айналып келдім деген сөз. Сондықтан оның периоды 2 пен болады, n тиісті бүтін сандар жиынына. Немесе пк деп келеді. n не k де екеуі бірдей. Дым несі жоқ. Түсіндіңіздер ме? Бірді қалай анықтағанымызды. Енді дәл осылай біздер нені көрейік? Минус 1-ді көрейік. Бірлік шеңберін саламыз. Синусын тағы да несін қоямыз, таңбаларын. Плюс, плюс, минус, минус. Минус 1 енді 2 минустың ортасында орналасады. Ол бізде қай жерде? Бұна төменгі жақта 2 минустың арасы. Көрдіңіздер ме? 2 минус. Ол да пи бөлінген 2, бірақ мына жерге минус пи бөлінген 2 деп жатырмыз. Потому что пи бөлінген 2-ге қарама-қарсы градус. Мына жерде айтуларыңыз мүмкін, ағай бұл жерде 3 пи бөлінген 2 деп. Бірақ дербес жағдайларда тек қана осы қарама-қарсы функциялар жазасыздар. Мысалы, плюс 1-де пи бөлінген 2 болатын болса, минус 1-де минус пи бөлінген 2 деп айтасыздар. Түсінікті? Сонда қараңыздар, 2 минустың арасында жататын болса, x тең болады. Минус пи бөлінген 2 плюс, так, менде 2 минус шығу керек. Так, алды қарай жылжимын. Так, минус пен минус жоқ. Мына жерге келемін. Так, плюс пен плюс бізге керек емес. Бізге 2 минус керек. Мына жерге қарай жылжимын. Тағы да минус пен минус жоқ бізде. Үшінші группқа барған кезде не істеймін? Төртінші шерекке барған кезде қайтадан орныма келдім. Тағы да 1 круг айналып келдім. Сондықтан 2 пен болады. n тиісті z-ге. Осылай формуланы жаттамасаңыздар, бүйтіп қорытып шығарсаңыздар болады. Ұмытып қалсаңыздар, иә? Әрмен қарай 0-ге тоқтайық. 0-де не істейміз? 0-де так, 0-де бізде синустың таңбаларын салам плюс, плюс, минус, минус. Енді 0 қай жерде орналасуы мүмкін, оқушылар? Қалай ойлайсыңдар? Плюс 80 градус пи. 0 градус деген, енді 2 теріс сан, 1 теріс сан мен 1 10 санның арасында орналасады. То есть плюс пен минустың арасында орналасады. Значит, ол мына жерде бар. Бір нүктесі. Екінші нүктесі мына жерде бар. 2 нүктеде бар. Бірақ біз ең кенжесін аламыз, кішкентайын аламыз. Қандай градус бұл жерде? Бұл жерде бізде 0 градус деген сөз. Окей. Енді ғана x тең болады. 0 градус қосылған. Так, неше градус айналып келеді? Қараңыздар, мына жерге барам, плюс пен минус жоқ. Мына жерге келем, плюс пен минус бар ма? Бар. Неше круг айналды бұл? Бізде жарты круг айналды. Яғни, жарты круг деген не сөз? 360-ның жартысы 180 деген. Яғни, бұл жерде пен болады. Сол кезде
0-ге p-ді қоссам p-н шығады, сонда жай әшейін x синус x 0-ге тең болған кезде p-н ғана болады, и все. n тиісті z-ге. Бұл осы үш жағдай. Енді келесі функциямыз бізде косинус x. Косинус x-іміз 0-ге тең болған кезде, косинус x-іміз 1-ге тең болған кезде, және де косинус x-іміз бізде минус 1-ге тең болған кезде. Дәл жаңағыдай. Енді қараймыз. Біздің бірлік шеңберін саламыз, косинустың таңбаларын қоямыз. Косинус таңбалары 1 мен 4-те плюс болады, оң жақ, сол жағымыз теріс болады. Енді 1 деген айттық, не деп айттық біз? 2 плюстың ортасында орналасады деп жатыр. Бұл жағдайда бізде 2 плюстың ортасы қай жерде болып тұр? Ол бізде мына жерде болып тұр, көрдіңіздер ме? Яғни бұл қандай градус? 0 градус деген сөз ғой. Значит, бұның периоды қандай болады? Соны көрейік. X тең болады. 0 қосылған, 0 градус қосылған. Қанша круг айналып кетеді? Қараңыздар. 1 круг кетем, так, плюс пен плюс жоқ. Мына жерге келем, плюс пен плюс жоқ. Мына жерге келем, плюс пен плюс жоқ. Қайтадан орнына келем. Не болады сонда? 1 круг айналып келсем, 2 пен болады. Сондықтан бұл бізде тең болады, не болады? 2 пен ғана болады. Все, n тиісті z-ге. Яғни косинус x-іміз 1-ге тең болған кезде, жай әшейін 2 пен болады деген сөз. Әрмен қарай. Косинус x-іміз минус 1 болған кезде, минус 1 қай жерде орналасады дедік? Мынау 80 градуста. Я, 2 терістің ортасында, я, 2 мына жерде, қараңыздар, мына жерде минус тұр ғой, 2 минустың ортасында орналасады деп дейміз. Мына жерде ол 2 минус, ол мына жерде орналасады. Значит, бұл бізде пи деген градус қой, яғни 180 градус. Сонда не болады? X тең болады, пи қосылған. Так, енді периодты анықтап өтті. Мына жерге барам, минус жоқ, 2 минус. Мына жерге барам, 2 минус жоқ. Мына жерге барам, 2 минус жоқ. Мына жерге қайттан 1 круг айналып келем, 2 минус тұр. Яғни 1 кругы менің 360 болады, сондықтан 2 пен болады. n тиісті z-ге болады деген сөз. Так, окей. Біз онда минус 1-ге тең болған кезде жағдайды анықтадық. Енді 0 градусқа тең болған кездегі жағдайын анықтайық. Дербес жағдайын. Так, біздер косинустың таңбасы плюс, плюс, минус, минус. 0 градус қай жерде орналасады дедік? 1 плюс пен 1 минустың ортасында орналасады деді. Плюс пен минустың ортасында. Ол мына жерде және де 2 нүктесі бар. Мына жерде. Біз бірақ үлкендеуін аламыз, яғни пи бөлінген 2-ні аламыз. Пи бөлінген 2. Не істейді ол? Мына жаққа барады, минус пен плюс жоқ. Мына жерге келгенде минус пен плюс бар. Яғни бізде жарты круг айналды. Сонда x не болады? X тең болады. Пи бөлінген 2 плюс жарты круг айналса pn. n тиісті z-ге тең болады. Болды. Осы үш жағдайда косинус пен синус бізде дербес жағдай құрайды. Ол бізде 0-ге тең болған кезде, 1-ге тең болған кезде, және де минус 1-ге тең болған кезде. Түсінікті ма? Түсінікті. Енді қазір осыған байланысты есептер шығарып көрейік. Рас ма? Мысалы, мынандай есеп берілсе бізге. Мынандай есеп. Косинус 7x плюс пи бөлінген 5 тең болады 0. Так, опа, значит, косинусымыз бізде неге тең болып тұр? 0 градусқа тең болып тұр. Бұл бізде дербес жағдай. Так, бізде дербес жағдайды салатын болса, бізде косинустың таңбалары анықтаймын. Плюс, плюс, минус, минус. Так, 0-ға жерде орналасады, 1 теріс пен 1 орнының арасында орналасады. Яғни минус пен плюстың ортасында орналасады деген сөз, ол мына жерде орналасады. Яғни пи бөлінген 2-де орналасады. Значит, былай жазамыз. 7x плюс пи бөлінген 5 тең болады. Дербес жағдай 0-ге тең болған кезде не болады? Пи бөлінген 2, және де бұл қанша айналады? Тек қана мына алдыға айналады. Мына жерге келеді, қайттан плюс пен минусты көреді. Бұл бізде периоды пи к болады деген сөз. К тиісті z-ге. Түсіндік па, осы жерде дербес жағдай жаздық. Енді не істейміз? Мына жердегі пи бөлінген 5-тен құтылу үшін мына жаққа пи бөлінген 5-ті көшіріп жіберем. Қандай таңбамен? Теріс таңбамен. 7x тең болады. Пи бөлінген 2 минус пи бөлінген 5 плюс пи к. К тиісті z-ге. Әрмен қарай, мынаны ортақ бөлімге келтірместен бұрын, мен мына 7-ден құтылам. 7-ден құтылу үшін не істеу керекпін? Барлығын 7-ге бөліп жүру керекпін. Сол кезде, бөлген кезде жаттағансыздар. Ол бізде бөлшектің
бөліміне көбейтіліп кетеді. Мынау көрдіңіздер ме? 2-ке көбейтіліп кетеді. 14 болады. Минус пи бөлінген неше болады? 35 болып кетеді. И плюс пк бөлінген 7. Барлығын 7 бөліп кетті. К тиісті z-ке. Енді біздер мына пиларды ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім қанша болады бұл бізде? 70 болады деймін, Қызғырып. 70. 70 болады. Мына жерден бөлсек 5 болады 70-ті. Мынау бізден 2 болады. Значит, бізде x-тен болады. Пи 70 бөлшектің бөлімінде. Так, 5 пидан азайтамын 2 пиді, ол бізде 3 пи болады. Плюс пк бөлінген 7 и к тиісті z-ке деп есептің жауабы шығады. Болды.